2022 жылдың 12 шілдесінде Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстандағы банк қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына енгізілген түзетулерге қол қойды. Кредиттік бюролардың қарыздар туралы ақпаратты ұсыну мерзімі 15-тен 1 жұмыс күніне дейін қысқарды. Микрокредит бойынша сыйақының шекті мәні мен тұрақсыздық айыбының мөлшері шектеледі. Қазақстандықтардың кредит бойынша 10 триллион теңгеден астам қарызы бар. Жарты миллионға жуық азамат кредитті уақытында төлеу бойынша 3 айдан астам кешігуде. Сонымен, кредит бойынша борышкерлер қатарында болмау үшін не істеу керек? Бұл видеода сіз кредитті қалай дұрыс алу және қарызға түспеу туралы 5 ұсынысты біле аласыз. Бірінші, кредит алмас бұрын мұқият ойланыңыз. Кредит бұл үлкен жауапкершілік. Шұғыл қажеттіліксіз кредит алудың қажеті жоқ. Мерзімі өткен берешекті өтеу үшін әрі эмоционалды сатып алуларға кредит алуға кеңес бермейміз. Екінші, кредит шартына қол қоймас бұрын оны зерделеңіз. Шартта кредит беру талаптары көрсетіледі. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесіне назар аударыңыз. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі бұл сіздің барлық артық төлеміңіздің жылдық мәндегі сомасы, және ол қаншалықты төмен болса, соғұрлым сіз үшін соншалықты жақсы болады. Сондай-ақ, кредит беру мерзіміне назар аударыңыз. Оған артық төлем сомасы байланысты болады. Кредит мерзімі неғұрлым ұзақ болса, артық төлем мөлшері соғұрлым көп болады. Банктен мерзімнен бұрын өтеу шарттары туралы сұраңыз. Өйткені осылайша сіз ақшаңызды үнемдей аласыз. Үшінші, қарыз жүктемесінің коэффициенті туралы ұмытпаңыз. Ай сайынғы төлем жалақының 50%-нан аспайтын деңгей қауіпсіз болып табылады. Ай сайынғы төлемді төлегеннен кейін сізде ағымдағы шығындар мен жеке қажеттіліктерді өтеу үшін ақша қалуы керек екенін ұмытпаңыз. Төртінші, қаржылық қауіпсіздік үшін жағдай жасаңыз. Кем дегенде 6 айлық жалақыны кейінге қалдырыңыз. Өйткені өмірді болжау мүмкін емес, және әр қайсымыз жұмыссыз қалуымыз мүмкін. Ал сіздің әлі кредит төлеуіңіз керек. Бесінші, қаржылық алаяқтардан сақ болыңыз. Кредитті немесе шағын қарызды рәсімдеу кезінде мемлекеттік лицензиясы бар ұйымдарға хабарласыңыз. Қаржылық алаяқтардың қолына түспеңіз. Жоғары пайда табуға уәде беретін күмәнді жобаларға инвестиция салу үшін кредит алмаңыз. Әйтпесе сіз ақшасыз, бірақ кредит берушінің алдында қарызыңызбен қалуыңыз мүмкін. Есіңізде болсын, кредит үлкен жауапкершілік. Оны төлегеннен гөрі алу оңай. Аталған ұсыныстарды басшылыққа алыңыз. Кредитті рәсімдеу кезінде қырағылық пен сақтық танытыңыз.